Енді осы жылы біз жеңістің 70 жылдығын тойлайын деп жатырмыз. Кітапханада дайындалып жатырмыз. Сол сізді қазір бейнетаспаға түсіріп, өзіміздің жас оқырмандарымызға көрсеткіміз келеді, таныстырғымыз келеді. Мен 1925 жыл туғанмын, как раз мен 90-ға келіп отырмын осы жылы. 1943 жылдың осы январьында осындай міне қыстыгүні алындым соғысқа. Январдың басында, қазір аяғы ғой почти январь. Сонан Ресей райвоенкоматында әр үйге бөліп командирлер. Ертеңіне таңертең тамақ ішіп алып, Ақтөбеге кешке жеттік. Жылдың 1 майына дейін оқыдық. Мен зенитный артиллерийский полкта наводчик болып істедім. 7 ноябрь күні Москвадан через Москва отправка жасап 43 жылы. Енді Москвада ішіменен жүріп, Красный площадьтан Сталиннің жаңағы Ворошиловтердің кімге командирлердің алдымен өткізіп шешіп беріп, соған аймаға Калинин фронтына. Содан кейін Калинин неткеннен кейін Белоруссия, Украина солардың жерінде болды. Сонымен Белоруссиядан Украинадан освободиттік, содан жаңағы Ленинградқа қарай, Ленинград қоршауда ол уақытта. Прибалтийские государства дейді, Эстония, Латвия, Литва соларды освободить етуге. Сонымен жүріп отырып, жаңағы Польша, сонымен 1945 жылы майдың ішінде неге кірдік қой, Германияның жеріне. Қиыншылық көп. Жаңағы ең бірінші күш соғыс Латвияның Шаулей деген қаласын алғанда, Белоруссияның Витебск деген қаласында отырып, Совет үкіметінің Катюша деген жаңағы күшті оружие шықты, сол атқылады. Таңертеңнен кешке дейін таң атпай тұрып алып. Сосын дальнобойный самолеттер бомбалады, линияны бұзып, прямо Шаулейға қарай жүрді. Сонда шықтық, линия босағасын, бүкіл корпус. Бері қайтқан корпус деген өзі көп не екен ғой сол. Бізге соғыстың сол, біз барған уақыттарда Америка, Англиялар, немістеріңізде бізге тиіседі деп, бізге союзник болды. Немістер болғасын бізден қорқып, Совет үкіметін күшейіп кетеді деп, ой, Совет үкіметін қосу керек деп басталды ғой тағы да. Соған ауылға қайтармай, сонда соғысқа артынан да 2 жыл жаңадан қауіптеніп, Ленинградтың маңайында лагерь салып, сонда тұрдық. 49 жылдың басында жүрді. Сол армиядан аман-есен 2 рет жарақат болдым. Бір рет қатты жаралы болғанда Шаулей деген неде. Содан оңбай жараланды, асқын. Енді ол уақыттың ажал жоқ па әйтеуір. Жатқызып қойыпты жаңағы медсанбат дейді, орманның ішінде. Палатка, темір стол, жатқызып қойыпты, байлайды, плоскоус сияқты бір қысып, ошо көрініп тұрады ғой, тартып, бақырып жанып шыққаны қарамайды. Ол бірінші рет әрі қатты жараланды. Екінші рет ана немістің жерінде жараланды. Онда да енді бір Құдайдың сақтағаны шығар енді. Ең бірінші 43 жылдың июлінде Шаулей қаласын алғанда медаль зат Вагу деген. Мына жерден қайсы көрсетіп жіберіңізші ата?
Mana soğuştan alıp gelген medallarım ауылға келгесін жаңағы. Мен сваятқа жұмысқа таңертең кетіп қалдым. Кешке келсем үйдің бәрі өртенген, olmagan жаңағы бір жаңғыз нем бар еді жаңағы гимнастерка деген көйлек. Сонда ілулі тұратын еді жаңағы жаңғыз бәрі де жанып кеткен. Военкомат арқылы мен наградты осындай документ жанып кетті. Жіберді. Москваның Подольский деген қала бар екен, сонда архив бар екен үлкен. Содан келді. Осындай орденмен, осындай немен медалмен наградталған. Бірақ медаль, орден біз бере алмаймыз. Міне справка награжденный спискіде бар дейді. Маған көбісі жаңағы соғыстан кейінгі жеңісті немістің Германияның жерінде қарсы алдық. Германияның жерінде сағат 3-те ана орманның ішінде көкіне болады, соны алып келеді орманнан пушкаға тұрған пушкаға дейін окоп. Түнімен қадамды қояды. Кім керек қойды? Маскировать ете білуші талмайды. Тамағаққа кеткен солдаттар термос дейді, термостың арқылы алып келеді. Сонда келгенде соғыс бітті деп объявить етіпті. Сонда енді аш үзілейік деп жүрміз. Сонда қуанғаннан тамақ салмадық қой. Қорыққанда қуанғанда бірдей деген. 18-ге толғаным жоқ соғысқа кеткенде. Қазір ровно 90-дамын. Балалы шағалы болдық, немере шөберелер деп. Не қиындықтың барлығын бастан өтті. Сондайды көруге жазбасын Алла Тағала.